Кім лайк басады, Құдай тағала лайк басқан саусағына құт береке берсін. Енді лайк баспағандарды ештеңе айтпай ақ қоямын, өздерің біліңдер. Зеленскийдің Америка сапарынан кейін Украинаға Патриот 3 зымыраннан, қанатты зымыраннан және дроннан қорғану кешені берілгеннен кейін Путиннің шипасы бітті. Мен бұл арада тағы бір нәрсені қайталап айтамын. Бұл қару Украинаны тікеден-тіке НАТО құрамындағы елдердің категориясына жеткізіп қойды. Себебі НАТО құрамындағы елдер, тіпті күні кешегі Советтің құрамында болған елдердің барлығына осы жүйе орнатылған. Және Ресеймен шектесетін елдерде бұл жүйе Ресейдің бірде-бір ұшатын темірін аспанға көтерілген сәттен бақылап аңдып отырады. Әуе кеңістігіне жеткен сәттен атып түсіреді. Бұндай керемет жүйе дүние жүзінде бұғанға дейін басқа оның баламасы болған жоқ. Енді осы жүйені тіпті Польшаға дейін, одан да басқа НАТО-дағы тым маңызды емес басқа елдерге дейін беріп отырған Еуропа, Америка дәл осы жүйені Украинаға бермей тарықтап берген болатын. Қару мәселесі дүние жүзіндегі тарихтан берген мәселе. Адамдар ең алғаш темірді көшпенділер қорытқанда әлі де қоламен, мыспен қаруланып отырған, қорытпа металмен қаруланып отырған халықтар темір сауыт киген көшпенділердің алдында түк бола алмай қалды. Ал қалай от қару пайда болды, басқа қару ойнамай қалды. От қаруға қолы жетпеген кешегі бүкіл әлемді ашса лақанда жұмса жұдырығында ұстаған көшпенділер от қарудың пайда болуымен бірге әлем сахнасынан шегінді. От қаруы жоқ, Америкадағы маялар, әстектер, тағы басқа жергілікті абориген халықтар сол от қаруының жоқтығынан жер бетінен жойылып кетті. Ресми және бейресми деректерде Американың аборигендері 100 миллион болып еді дейді. Сол 100 миллионы халық қырылып кетті. Естеріңізге салайық, 100 миллион деген ол замандағы сан. Қазірдің өзінде егер бір халық 100 миллион болса, оның мұртын балта шаппайды. Мейлі оның мемлекеті қандай болсын. Міне осындай нәрсе. Қазір сол аңсаған, армандаған, зарыққан қаруына Украинаның қолы жетті. Енді орыстың зымырандары ол үшін ойыншық. Кәдімгі ойыншық. Ойнап жүрген ойын баласының қолындағы кішкентай ағаштың бұтағынан иіп жасап алған садақ сияқты ғана. Былайша айтқанда, Ресейдің бүкіл зымыраны, баллистикалық зымырандары, жеңіл типтегі қанатты зымырандары, Ираннан алған арзан ойыншық дрондары, барлығы одан арман ойыншыққа айналып қалды. Ендігі мәселе, қазір ресми және бейресми ақпарат құралдарында Путин соғысты тоқтатуды ойластырып жатыр деген әңгіме шығады. Бірақ тағы бұл нәрсені біз алдыңғы жолғы лекциямызда да айтқандықтан қайталамаймыз. Соғыс қашан тоқтайды? Соғысып жатып, келіссөз жүргізу болады. Келіссөз жүргізіп жатып, соғысу болады. Екінші дүниежүзілік соғыс, бірінші дүниежүзілік соғыс осыны білдіреді. Олар шетінен соғысып жатты, шетінен келіссөз жүргізіп жатты. Ал екінші дүниежүзілік соғыс кезінде Жапония Америкамен келіссөз жүргізіп, Американы бейғамдандырып, қамсыздандырып, келіссөзге өте маңызды баса мән беріп отырып, өздері Перл-Харбор портына тұтқиыл шабуыл жасап жіберді. Міне бұл Жапонияның екінші дүниежүзілік соғыстағы үлкен сұрқиялығы болды. Тарихта бұндай әңгімелер өте көп. Жеңіп тұрып, соғыс майданда жеңіп тұрып, келіссөз үстелінде жеңілетіндер бар. Ал соғыс майданда жеңіліп тұрып, келіссөз үстелінде жеңетіндер бар. Оның айқын дәлелі өзіміз. Кенесары ханды қазақтар сатпағанда, орыстың темір терсегіне, жапқан тонына, берген мөріне, мансабына алданбағанда, қазақтың бек сұлтандары аға сұлтан боламыз деп, Петербордан, Мәскеуден келетін сыйлық ақшаға алданбағанда, Кенесары орысты бет қаратпай тұрған болатын. Тіпті қазақ даласында қазақты жеңе алмаған, қазақтың әрбір рулы елін алу үшін ондаған жыл уақыт жұмсаған орыстың әскерлері біз осы орталық Азияны, Қазақстанды қоямыз-ау. Тіпті қиыр шығыстағы әскеріміз Сахалинге, Жапон теңізіне дейін барды. Ал біз әлі мынау Алтай тауынан ары аса алмай жатырмыз деді.
Орыстар Оралды алып, арасы Алтайға жеткенше өте ұзақ уақыт жұмсады. Тіпті қазақтармен соғысуды қоямыз ау деген жерге келіп, қазақ даласындағы орыстың генералы Мәскеуге хат жазған сол сәтте соғысты қою қоймау, тоқтату тоқтатпау туралы орыстың өзі басы қатып отырғанда, қазақтан шыққан сатқындар өз ханын өзі орысқа ұстап берді. Қазақтың қынадай қырылу заманы содан басталды. Әбден қазақтан көргілікті көрген, осындай жауынгер халықты ешқашан анау Оралға жеткенге дейін кездестірмеген орыстар қазақты қынадай қыруын өздерінің жоғарғы жігінде құпия міндет ретінде атқарды. Сол қырылған қазақ міне әлі қырылып келе жатыр. Күні кеше қаңтарда қазақты тағы бір қырып салды. Оның алдында желтоқсан кезінде қазақты тағы қырып салды. Қанды желтоқсан, қанды қаңтар қазақтың орысқа бодандығының айқын дәлелі. Желтоқсанға басқа айтарымыз жоқ. Себебі ол кезде қылышынан қан тамған Совет болатын. Қазақтың батыр ұлдары сол Совет одағының шаңырағын шайқалтты. Бірақ өтірік, фейк, жалған, аты барда заты жоқ, жалған тәуелсіздіктің қандай екендігін біз кеше қаңтарда білдік. Міне соған бір жыл болайын делді. Орыстың басыбайлы құлы, кесік құлақты құлы, таңбалы құлы Тоқаев көтерілген қазақтың қарусыз баласын қанды қаңтарда орыстың әскерінің қолымен қырып салды. 2 ғасырдан асқан қазақтың орысқа бодандығының соңғы нүктесін Тоқаев қойды. Азат болдым, еркін болдым деген қазаққа жоқ, сен әлі орыстың боданысың, орыстың отарсың деп ұғындырушы да Тоқаев болды. Тоқаевтың өзі сол орыстың адамы. Ал енді жеңіп тұрып жеңілген қазақтар, соғыс майданда жеңіп, тактикадан жеңілген қазақтар міне осы дәлел. Украин осы қателікті қайталай ма, қайталамай ма? Оны бір жаратушы білмесе, біз білмейміз. Украинның ішкі жағынан да сатқындар шығуы мүмкін. Қолдан жасалған салашы делдал шығуы мүмкін. Зеленскийді тақтан тайдыруы да мүмкін. Оның барлығын бір жаратушы біледі. Себебі екінші дүниежүзілік соғыста Сталинді бет қаратпай жеңіп, тіпті өзінің пысықтығының арқасында, айлакер тактикашылдығының арқасында Американың өзін соғысқа қатыстырған Черчиллді ең соңында сол англиялықтар соғыс бітер-бітпестен тағынан жұлып алды. Тура сол сияқты қатаң позициядағы Зеленскийді алып, енді Путинді көргенде тізесі дірілдейтін бір сұмырайды қойып қояма. Немесе орыс пен батыстың ортасынан ойын ойнайтын бір алаяқты қойып қояма. Оны бір Құдай біледі. Біз білмейміз. Бірақ қалай болмасын, Путиннің желі шықты. Енді осы соғыс майданда масқара болып жеңілген Путинді келіссөз үстелінде де масқара қылып жеңетін мүмкіндік бар ма? Бұл да екі талай әңгіме. Себебі Путин басып алған жерінен әскерін шегіндіре ма? Жоқ, өзінің бір қыңыр қисық талабын орындатып кете ма? Оны да бір Құдай білмесе ешкім білмейді. Мүмкін келіссөз шетінен жүріп, шетінен соғыс жалғасуы мүмкін. Шетінен келіссөз, шетінен соғыс болуы мүмкін. Бұл ұзаққа созылуы да мүмкін. Тип қашып, ана жерді орыс алып, мына жерді Украина алып, қайтадан орыс алып, қайтадан Украина алып жалғасуы мүмкін. Себебі біреудің ажалы, біреудің өлімі, біреуге ақша. Тышқанға өмір керек, мысыққа ойын керек. Тойған мысық тышқанды домалатып ойнайды, кейде жіберіп, аңдып отырады, қаласа тарпа бас салады, қаласа қылғи салады. Қазіргі әлемдегі ойыншы алпауыттардың қылығы сол. Қаласа соғыса салады, қаласа қаруын тастап тегін беріп кете салады. Сақалы биттеген ауғандарға әлемдегі ең озық қаруды беріп қойып, өздері түк білмегенсіп қашып шыққаны да содан. Ертең Орта Азия отқа орана ма, оны бір Құдай біледі.